Қазақстан қалаларында букмекерлік нысандардың жұмысына тыйым салынады. Барлық кеңселер енді Бурабай мен Қапшағайда шоғырланады. Осындай нормасы бар заң жобасын мәжіліс бірінші оқылымда мақұлдады. Мәдениет және спорт министрлігі ұсынған құжатқа депутаттар 159 өзгеріс енгізген. Сонымен талқыға түскен заң жобасы нені өзгертеді? Құмар ойынға салынғандардың санын азайтуға септігін тигізе ме? Оңғар Алпысбай айтады. Қазақстанда 350 мыңдай ойын құмар адам бар екен. Оның басым бөлігі жасөспірімдер. Денсаулық сақтау министрлігі құмарлықтың құлқына түсіп кеткендерге лудомания деген диагнозда қойды. Ең сорақысы, елде ажырасқан 10 отбасының жетеуіне осы құмар ойын себеп болған. Сондықтан ойын бизнесіне үлкен шектеулер енгізу жобасы әзірленіп жатыр. Регулирующий орган предложил. Бизнестің бұл түрін қазір құмар ойындар орналастырылған аймақтарға көшіру ұсынылып отыр. Кәсіп түрі ретінде оған тыйым салынбайды. Ел арасында букмекерлерді Бурабай мен Қапшағайға көшіру экономикаға ауыр тиеді, салық едәуір қысқарады деген болжамдарда айтылған. Қаржы министрлігі мұндай ақпаратты жоққа шығарды. Что касается переноса этих... Букмекерлік нысандардың белгілі аймақтарға көшірілуі экономикаға кері әсер етпейді. Керісінше, ол жерде электронды кассалар көбейеді. Яғни бізге түсетін салық еселеп өседі. Біз енді ойын бизнесін жүргізіп отырған кәсіпкерлер мен ойыншылардың арасында қанша ақша жүріп жатқанын толық көреміз. Кеңселер көшірілгенмен бәсті онлайн тігетіндерді тыю мүмкін емес. Сондықтан министрлік арнайы орталық құруды қолға алмақ. Ставкаларды есепке алу орталығын құру ұсынылып отыр. Бұл ретте онда букмекерлік кеңсеге қолма-қол немесе электрондық төлем жүйелері арқылы түсетін барлық төлемдер ескерілетін болады. Бәс тігетіндер туралы барлық ақпаратта осы орталықта жинақталады. Кімнің қанша ақша салып, қанша ұтқаны, ұтылғаны да көрініп тұрады. Букмекерлік компанияларының айналымында жүрген барлық ақша жарыққа шығады. Улучшается администрирование. Бұл әкімшілендіру жұмыстарына мемлекет бюджетіне төленетін салық өседі. Ставканы есептеу орталығы ашылады. Қаржының көлеңкелі айналымға кетуі тыйылады. Қаржы министрлігі мұны растап отыр. Елімізде бизнестің бұл түрі жабылып жатқан жоқ. Біз оны реттеп, халықаралық нормаларға сәйкестендіріп жатырмыз. Енді елімізде тек спорттық оқиғаларға ғана ставка қабылданады. Заң жобасы бірінші оқылымда мақұлданды.